Сәлеметсіздер ме балалар, қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Назарымызды 54-ші беттегі 28-ші жаттығуға аударайық. Етістіктерді салыстырып оқы, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін аңғар. Жүз жүзбе, жаз жазба, күл күлме, бар барма, төк төкпе, тақ тақпа. Ал қандай өзгешеліктер байқап тұрсыңдар? Дұрыс. Мысалы, бірінші бағандағы сөздерде балалар рұқсат етіледі, мысалы төгуге, тағуға, күлуге, баруға. Ал екінші бағандағы сөздер керісінше рұқсат етілмейді. Жүзбе, мысалы, жазуға рұқсат бермей тұр, баруға болмайтын айтып отыр, сондай өзгешеліктерді байқауға болады. Қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз, түбірі мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Жүзбе, жазба, күлме, барма, төкпе, тақпа. Жақсы. Ал қосымшаларын ажыратайықшы балалар. Жүз түбірі, бе жұрнағы. Жаз түбірі, ба жұрнағы. Күл түбірі, ме жұрнағы. Бар түбірі, ма жұрнағы. Төк түбірі, пе жұрнағы. Тақ түбірі, па жұрнағы. Сонда балалар, етістік болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады екен. Мысалы, ерін, ерінбе, бұз, бұзба, жұл, жұлма. Келесі назарымызды 30-шы жаттығуға аударайық. Тыйым сөздердің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Видеоны тоқтатып, тапсырманы орындаймыз. Орындап болсақ тексерейік. Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе дейді балалар. Бұл жерде балалар бізге тыйым сөздер жалпы адамды тәрбиелеу, жамандықтан аулақ болу үшін айтылады екен. Сендер дұрыс жазыңдар деп ойлаймын. Келесі шығармашылық үзіліс. Ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма? Ойыңды дәлелде дейді. Сонымен бізде баспа деген сөз шығады. Бас түбірі, ба жұрнағы. Енді балалар, болымсыз етістік бола ала ма? Өз ойларыңды дәлелдеңдер. Үй тапсырмасы 54-ші беттегі 29-шы жаттығу. Ереже. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.